Қазақстандық уролог кофенің еркектің қуатына зиян екенін айтты. Жаңалықта айтқан уролог-андролог Есентай Сырымұлы өзінің TikTok парақшасында дәрігер оқырмандардың сауалдарына жауап береді, профессионалды кеңес береді. Сұрақтардың бірі кофе жайлы, нақтырақ оның еркектің қуаттылығына әсері туралы. Жігіттер, кофе зиян, көп мөлшерде, дейді уролог. Ер адамның тестостерон гормоны синтезінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл деген мүшеңізге қанның келуін төмендетеді. Ал оның салдары эректильді дисфункцияға әкеледі. Түсініксіз бе? Бір сөзбен айтқанда белсіздік, қысқасы әлсіз болып қалады. Дәрігер оның асқазанға кері әсері туралы да тіл қатты. Әсіресе аш қарынға кофе ішкен зиян, гастрит пайда болуы мүмкін. Жоқ, кофенің пайдалы жағы да бар. Сусын бірінші кезекте ұйқашар екенін ұмытпайық. Бастағы қан айналымды жақсартады. Мөлшерін білейік ағайындар. Таңертең жұмыс